Hey, ассалаумалейкум достар, сіздермен мен BQ-Bro арнасына қош келдіңіздер. Достар, Технобро рубрикасы бүгін және сіздерге бір жақсы жаңалығым бар. 14-ші ақпан күні Қазақстанда көптен күткен Honor'дың алғашқы бүгілмелі, бүктелмелі, яғни книжка форматтағы смартфоны, яғни бұдан бұрын мен 4 ай бұрын оған обзор жасаған болатын. Бұл бізде Honor Magic V2 бролар. Honor'дың алғашқы бүгілмелі смартфонын қарсы алыңыздар. Және де бүгінгі видеоның басты мақсаты бұл смартфонды түрлі қызықты ойындарда, осындай форм-факторда ойнау қандай сезім береді, және де жалпы ойнауға ыңғайлы ма, яғни мобильді гейминг жағынан бұл смартфонды тексеретін боламыз. Өйткені бұдан бұрын менде уақытым болған жоқ, көп оны тесттен өткізуге, ал осы жолы енді гейм қызығушылығымыз қанғанша дейін ойнауға болады. Достар, сонымен қатар бұдан бұрынғы видеода 520 алмазды мына бала құттықтаймыз. Және де бүгінде әрине 520 алмаз ұтысы болады, сондықтан арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып, видео барысында айтып кеткен шарттарды орындап қатысыңыздар. Сәттілік. Достар, біздің Технобро дәстүріміз бойынша бірінші әрине қорапты ашып көретін боламыз. Жап жаңа дейді ғой, ешкім әлі ашпаған сияқты. Смартфонның өзі нағыз премиалды құрылғылардың қораптары комплектациялы қалай көрінеді екенін көргілеріңіз келе ме? Осылай көріну керек, достар. Бірінші кішкентай қорапты ашсақ, ішінде 1,5 метрлі әрине Type-C кабелі бар. Екінші кішкене үлкендеу қара қораптың ішінде 66 ватты Honor Supercharge блок питаниясы. Және жалпақ қара қорапты. Бер жағында скрепканы көрсеңіздер, ішінде меніңше бұл чехол болу керек. Дәл солай. Қандай әдемі айбат чехол, достар. Ана жол бізде қоңыр чехол болса, осы жол бізде қара карбон. Айбат. Және де, достар, бұл чехол бізде былай айналу білет. Не үшін дейсіздер ғой? Өйткені бұл бір жағынан подставка ретінде де қолдануға ыңғайлы чехол. Вертикалды түрде немесе горизонталды түрде. Әдемі, ыңғайлы және де универсалды чехол. Енді смартфонның өзіне келейік. Бұдан бұрын обзор жасаған смартфонда егер ол сондай хромированный, серебристый, зеркальный болса, бұл жолы артқы крышкасы қара түсті кожамен қапталған, және де оның текстурасы да жағымды болып келеді, саусақ іздері қалмайды. Меніңше тіптен чехолсызды қолданған әдемі әлі қолайлы болады. Жалпы толықтай оны техникалық жағынан қарастырдық. Кім білмейді, ол видеоны қараңыздар. Бүгін техникалық сипаттамасынан қысқаша тоқталамыз. Бұл смартфон бүгілмелі смартфондардың арасындағы ең жіңішке болып келеді. Ойлап көріңіздерші, жиналмалы түрде 9,9 мм құраса, ал енді жайылып тұрғанда 4,7 мм ғана құрайды. Яғни шынымен де бұл флагман смартфонды Honor максималды ультра жіңішке қылып жасаған. Және де ол жай ғана жіңішке емес, сонымен қатар өзіне сай жеңіл болып келеді. Яғни салмағы бар болғаны 231 граммды құрайды, достар. Ал енді білесіздер, көпшілік бүгілмелі смартфондардың осал жағы, ол жағындай бүгілген жері қайта-қайта ашып жапқаннан бүлініп, сынып, шлейфтар тозып кететінін көпшілігіміз білеміз. Бұл смартфон болса өте жеңіл және де ультра сенімді титандық шарнирді қолданады. Және де бұл шарнирдің арқасында ашылу жабылу механизмі максималды жұмсақ. Сонымен қатар экрандардың арасындағы бүгілетін жері ашылып тұрған кезде аса көрінбейді. Басқа смартфондарда ол жер нақты тесік ойық болып көрінеді. Бұнда ол ептеп қана кішкене ғана сезіледі. Сонымен қатар бұл смартфонды сіздер өздеріңіз қалай ыңғайлы кез келген бұрышта ашып, яғни кез келген положенияда фиксация жасауға болады. Кім әлі күнге дейін бүгілмелі смартфондарға сондай күдікпен қарайды? Бұл смартфонда мен айтып кеткендей, жаңағындай лабораторияның өзінде тексеріп 400 мыңнан астам бүгілуге болатынына кепіл береді. Сіздер күніне 100 рет бүксеңіздер де сіздерге 10 жылға дейін пайдалану мүмкіндігі бар. SGS сертификаты дәл соған кепіл бере алады. Және де бұндай ультра жіңішке смартфонды Honor компаниясы өзінің
жаңа разработкасы арқылы іске асыра алды. Ультра жеңіл және жіңішке кремний көміртекті аккумулятормен жабдықталған. Яғни оның қалыңдығын қазір сіздерге білмеймін салыстыру ретінде көрсетемін. Мысалы, қараңыздар, менің төлқұжатым удостоверение личности дейді ғой. Енді қараңыздар, достар. Сәл ғана удостоверениеда немесе кез келген сіздің Visa, MasterCard карточкаларынан 1 миллиметрдей қалыңдау болып келеді. Және де ұзындығы тіптен одан да қысқа. Яғни дәл осы разработкасының арқасында Honor осындай максималды ультра жіңішке жиналмалы түрде 1 сантиметрден де аз бүгілмелі смартфонды жасауға мүмкіндік алды. Бұндай кішкентай жіңішке кремний көміртекті аккумуляторлар 5000 мАч береді. Ол өте жаман емес. Бұл смартфонды қалай производствода, лабораторияда, жалпы Honor'дың зауытында қалай жасап шығаратыны, және жалпы оны қалай тесттен өткізіп, түрлі лабораторлық испытанияларды дейді ғой, қалай жасайтынының туралы мен дәл өз көзімен Қытайға барып, Honor компаниясының зауыттарына барып, жаңағыдай бізге оны бәрі көрсетіп түсіндірген болатын. Ол туралы менің арнамда бөлек Сиянь мен Шэньчжэнь қалаларындағы Honor өзінің қандай технологияларын қолданып бұл керемет смартфондарды жасайтыны туралы бөлек видео шығатын болады. Достар, техникалық сипаттамасы дәл бұрынғыдай екен, мен қысқаша тездетіп өтіп шығайын, өйткені бұл видео ол туралы емес. Яғни мұнда дәл солай 8 ядролы Qualcommның Snapdragon 8 Gen 2 процессорымен жабдықталған, жедел жадысы 16 гигабайт, тұрақты ішкі жадысы 256, 512 және 1 терабайт нұсқасы бар. Видео процессоры Adreno 740, операциондық жүйесі Android 13, оболочкасы енді Honor'дың Magic OS 7.2. Сонымен қатар стандартты коммуникациялық технологиялар ол 2 диапазонды Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, 5G, Dual SIM, NFC, түрлі қазіргі таңдағы флагмандық смартфонды ол технологияларсыз енді елестету мүмкін емес дейді. Ал енді достар, смартфонның дисплейі екі жағы 120 Гц жиілікте болып келеді, және де бұл OLED экран. Сыртқы дисплей 6.43 дюймді болса, максималды жарығы 2500 нит, достар. Ал енді ішкі бүктелмері экраны 792 дюймді, және де ол 1600 нит болып келеді. Екі экраны да мықты, әдемі, контрастты, жарығы мол, және де ең бастысы 3840 Гц шим жиілігінде жұмыс жасайды. Ол өте маңызды, яғни ол сіздердің көздеріңіздің денсаулықтарыңызды ойлап жасалынған. Ал енді достар, смартфон камераларını тездетіп те тоқталып өтейік. Honor Magic V2-де 5 камера бар. Камера модулінде 3 камерасы. Басты камерасы 50 мегапиксель, екіншісі кең бұрышты, ол да 50 мегапиксель, телевик ол 20 мегапиксель, ал қалған екеуі ол фронталды камералар, яғни олар 16 мегапиксельден құрайды. Видео бейне түсіруге тоқталатын болсақ, максималды разрешениесі, яғни ажыратымдылығы 4К болып келеді, 60 FPS-те, әрине бұл флагмандық телефон болғандықтан, әрине HD, Full HD және де 30 FPS-та да түсіру біледі. Жалпақ тілмен айтсақ, контент-мейкерларға жалпы себяшкаларды жасап, жалпы өзінің әлеуметтік желісін мықты сапалы контентпен толтырғысы келетін адамдарға бұл смартфон әрине әлбетте келеді. Ал енді достар, Honor Magic V2 смартфонын түрлі мобильді ойындарда тездетіп тексереміз. Бірінші бізде әрине Garenaның барлығымыз жақсы көретін Free Fire ойыны. Жалпы достар, көріп тұрғанда Free Fire ойыны бұл смартфонда ойнау кішкене басқаша әсер береді. Сіздер мысалы өздеріңіз үйреніп қалған бір дисплейда, яғни сыртқы дисплейда ойнағыларыңыз келсе деп, немесе дәл сол кезде егер сізге геймплейдің обзоры кішкене аздау болып жатса, сіз кез келген уақытта смартфонды ашып жайып жіберіп үлкен төртбұрышты экранда ойнауға мүмкіндік аласыз. Яғни управление интерфейсі сіздің дисплейіңіздің ортасында болады, яғни қолыңызға жайлы, және де жалпы бұндай смартфонда ойнау әсіресе мобильді шутерларды, бәсекелестік ойындарды 4 саусақпен ойнағандарға өте жақсы ыңғайлы болады деп ойлаймын. Жалпы мен өзім 4 саусақпен ойнамаймын, бірақ та мұнда 4 саусақ түгілі 10 саусақты қойып ойнауға орын жеткілікті. Кнопкаларды қайда қойсаңыздар да сіздің обзорыңызға ешқандай бөгеті болмайтынын қазір экранда көріп отырсыздар. Меніңше мобильді геймерлер үшін өте ыңғайлы болуы тиіс.
Және сонымен қатар байқағаным, смартфон қатты қызбайды, кішкене ғана жылымшы болады, яғни ол Honor'дың салқындату жүйесінің технологиялары жақсы жұмыс жасайды деген сөз, немесе жаңағыдай айтып кеткен кремний көміртек аккумуляторлардың тағы да бір ерекшелігі болуы мүмкін. Дәл солай достар, біз түрлі гонкаларды ойнап көрдік. Бұл смартфонда бұндай төртбұрышты экранда ойнау шынымен де ләззат береді. Яғни максималды графикамен кең геймплейді көріп ойнаған басқаша әсер береді екен. Бұнда да сіздер стандартты экранда ойнап отырып, үлкен экранға ауысып ойнай беру мүмкіндігін береді. 120 Гц дисплей жиілігі енді өзінің жұмысын атқарады. Кез келген ойында геймплей максималды тегіс, түрлі багсыз, лагсыз келіп, бірнеше сағат бойы комфорт сыйлай алады. Ал енді барымыз жақсы көретін файтингтерге келетін болсақ, бұнда да смартфон өзінің форм факторымен көзге түседі. Яғни бұндай бүгілмелі смартфондар нағыз файтингке арналған формат сияқты. Өткені қараңыздаршы, шынымен де бұндай дисплейде ойнаған кезде сіздердің қарсыластарыңыздың алдында бір басымдылық береді деген ойдамын. Онымен қатар, егер сіз ауыр мобильді ойындарды ойнағыларыңыз келмесе, түрлі казуалды инди ойындар ойнатсаңыздар да, әсіресе планшетта ойнап үйреніп қалған адамдарға бұл смартфонды кез келген жерде, автобуста болсын, көлікте болсын, таксиде болсын, смартфонды алып шығып, бүгілген қалпынан оны жайып жіберіп, стандартты размерді смартфоннан сіздерде кішкентай төртбұрышты қолға ыңғайлы планшет пайда болады. Бүгілмелі смартфондардың ең ерекшелігі менің ойымша дәл сол, яғни универсалдылығы. Және қазіргі таңда алғашқы пайда болған бүгілмелі смартфондардан біз бірінші уақыттары қорқатын болсақ, өйткені ол жаңа инновация болған кездер, және оны бірінші рет әрине жасағандықтан қандай қиыншылықтар күтетінін білген емес дейді ғой. Ал енді қазіргі таңда оның бәрі басынан өткеннен кейін, мысалы Honor компаниясы максималды сапалы бүгілу механизмін қолданып, сіздерге күнделікті жұмыстарға, күнделікті көңіл көтеруге, көлемді батареямен және тез зарядтаумен, көп уақыт бойы достармен бірге ойнауға, зарядтау көпке жететін батареямен сіздер бұл смартфонға шынымен де риза боласыздар деп ойлаймын. Мен де осы жолы тағы да ойланып қалдым, негізі стандартты размерлі смартфоннан көрі неге осындай флагмандық раскладушкаларға көшпеске. 14 ақпан күні Қазақстанның басты электроника және де мобильді телефондар сататын дүкендерде көптен күткен инновациялы, әдемі, мықты флагмандық смартфоны Honor Magic V2. Оның бағасы қандай болатынын олар тек қана сол 14 ақпан күні айта алады. Оны әрине бірге көретін боламыз. Ал сіздер достар қалай ойлайсыздар? Бұл смартфонды жалпы өздеріңіз күнделікті өміріңізге қолдануға немесе біреуге сыйлық ретінде алушы ма едіңіз? Free Fire'ды ойнағанды ыңғайлы деп санайсыздар ма? Жалпы өз пікірлеріңізді осы видеоның астына комментария жазыңыздар. Ал мен болсам сіздерге қасына ID қалдыруыңызды сұраймын. Өткені келесі видеода мен қайтадан 520 алмазды сіздердің араларыңыздан біреуге ойнатамын. Және де қайтып айтарым, осы жалпы Honor компаниясы мені жақында Қытайға шақырған болатын. Қытайда мен Сиань, Шэньчжэнь және Гонконг қалаларында да болдым. Ол туралы влог шығады, және де ол влогтардың ішінде жаңағыдай Honor компаниясы осы смартфондық зауытта қалай шығарады, қалай тесттен өткізеді, соның бәрі туралы қызықты енді видео шығады деген ойдамын. Сондықтан влог пен сондай техно видеоны күтіңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеоларда кездескенше